Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл Павлодар облысының құрылғанына 85 жыл. Аймағымыз бүгінде еліміздің ең урбанизацияланған өңірлерінің бірі. Ертіс Баян өңірі 85 жыл ішінде талай белестерді бағындырды. Ал сол жүріп өткен жолдың әр қадамы мемлекеттік архив сөрелерінде сақтаулы тұр. Мұрағат мекемесіне барып, құнды құжаттармен танысып қайтқан тілшіміз Жанасыл Серікбол баяндасын. Бұл Павлодар облысының 1940 жылдардағы картасы, яғни облыс құрылған соңғы өңірдің әкімшілік аумағы. Ал жаңа облыстың әкімшілік аумағын құру туралы қаулы 1938 жылы 2 ақпанда бекітілді. Сол қаулыға байланысты Павлодар қаласы бөлінді. Бұрын Павлодар қаласы Шығыс Қазақстан облысына кіретін. Одан кейінгі мына Каганович Шығыс Қазақстан облысындағы Сұрупа, Ертіс, Үрлітөп деген сияқты. Мына өзіміздің бұрынғы қазіргі Галкин ауылы Сұрупа ауданы деген сияқты. Осы аудандардың барлығы Павлодар облысына кіретін болды. Енді Шығыс Қазақстан облысынан Бесқарағай ауданы Павлодар облысына кірді. Қарағанды облысынан қазіргі өзіміздің Баян ауылымыз кіретін болды. Архив құжаттарында облыстың құрылуына айрықша атсалысқан тарихи адамдардың да жеке құжаттары сақталған. Мәселен, облысты ұйымдастыру бюросына басшылық еткен Жұмасейітов Уақиттың облыстың атқарушы хатшысы, яғни қазіргі уақытпен айтқанда алғашқы әкімі Темірханов Хамиттің де жеке іс-қағаздары сақталған. Темірханов Хамит деген азаматтың жеке басының құжаттары. Бұл кісі өзі Бесқарағай, Семейдегі Бесқарағай ауданының тумасы болып келеді. Бұл кісінің білімпаздығы, ары қарай жоғары дамуы, көріпкелшілдігі барлығы осы маңызды құжаттардан, архив құжаттарынан қарауға болады. Сонымен қатар Павлодар облысының ең бір айрықша кезін бейнелейтін қаулы осында сақтаулы тұр. Онда Павлодар облысы еңбеккерлерінің 155 миллион пұт астық өндіргені үшін Ленин орденімен марапатталғаны куәландырылған. Архив уақыттарды сақтайтын орын. Тұтас бір мемлекеттің, жекелеген адамдардың, өңірдің және қаланың тарихы мен тағдыры мына сөрелерде хаттаулы. Мәселен, мына сүредегі екі құжатқа назар аударсаңыздар. Бірі Ертіс Қарағанды су арнасын құру жөніндегі, екіншісі трактор зауытын құру туралы алғашқы бұйрықтар. Мемлекеттік мұрағатта фото шежіреде сыр шертеді. Қазіргі Шаңырақ мәдени сауық орталығының өткен ғасырдағы бейнесі, Торайғыров көшесінің бойы, қалада салынған алғашқы 5 қабатты ғимарат құрылысының жүріп жатқан сәті, Қазақтелеком ғимаратының 1964 жылғы суреті бар. Теміржол көпірі мен Екібастұз жылу электр орталығының орны бекітілген кезде дәл сол сәттің өзіндей болып сақтаулы тұр. Жанасыл Серікбол, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.